24 тамызда Украина тәуелсіздік күнін атап өтті. Қазақстан Киевке құттықтау жеделхатын жолдады. Соңғы аптада Ресейдің мұнай өндіретін зауыты жанды, өртке оранды. Бұл өрттің соғысқа қандай әсері бар? Америка бірнеше қару түрін тоқтату туралы шешім қабылдады. Бұл соғысқа қалай әсер етпек? Және тәуелсіздік күні қарсаңында Американың арнайы өкілі, Европаның басшылары Киевке сапар шекті. Олар не туралы мәлімдеді? Соңғы аптада екі ел тұтқын алмасты. Сәлем достар, менің есімім Аида Қыдырбай. Украина 8 жылға созылған іс-сапар кітабының авторымын. Украинадағы соғысқа байланысты Европадан босқын статусын алған қазақ тілді тілшінің бірімін. Арнама қош келдіңіздер. Қазір ақпараттық соғыс кезінде ана тіліміздегі жаңалықтарды алға жылжыту үшін комментарий жазыңыздар, лайк, дизлайк, бәрі мен үшін маңызды. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Аз-маз ақшаларыңыз болса, кітабымды алып оқуға кеңес беремін. Бұл да ақпараттық қауіпсіздік саласына, айдалада жүрген қазақтың тілшісіне көрсеткен аз-маз көмектеріңіз деп білемін. Осылайша онда ары қарай кеттік. Ресей-Украина соғысына қатысты маңызды жаңалықтарды бірге талқылайық. 24 тамызда Украина өзінің тәуелсіздігін атап өтті. Бұл күндер бірнеше маңызды саяси жаңалықтар орын алды. Әрине ақпаратты бәлкім жіберіп алуларыңыз мүмкін, бірақ соның ішіндегі ең маңыздысын атап өтейін. Киевке дәл осы күні Европаның бірнеше басшылары және Трамптың арнайы өкілі ұшып келді Киевке. Олар бірнеше маңызды жаңалықтарды жасады, осылай айтты деп ауыз толтырып айтатын маңызды жаңалықтар жоқ. Дегенмен де жабық есік ішінде жаңағы қару беру туралы өте маңызды жаңалықтар талқылады деп жазады енді украиндағы журналистер. Барынша объективті болу үшін айтатыным, әрине екі ел арасындағы соғысты тоқтату үшін Америка ары қарайда келіссөздерді жүргізуге барынша көмек көрсетеді деген сияқты маңызды жаңалықтар жасалғанмен Америка Құрама Штаттары Украинаға беретін бірнеше қару түрлерін тоқтатамыз деп мәлімдеді, өйткені өзінің қорлары түгесілгенін айтты. Бұл дегеніміз әрине біреуге толығымен басы бүтін сеніп, осы маған қару береді екен ау деп алақан жайып отыратын күннің әлде қайда артта қалғанын көрсетеді. Украина барынша өзіне сенуі тиіс, өзінің саясатына сенуі тиіс, өзінің әскеріне сенуі тиіс. Сондықтан қаншама көмектесіңдер, біз Европаның ортасында тұрған елміз деп шырылдағанмен де өзінің әскері, өзінің күші, өзінің мүмкіндігі әрине бірінші кезекте көмекке келетіні рас. Европалық жаңағы вице-канцлер бар, арнайы Кит Келлог деген бар, Американың арнайы өкілі Трамптың атынан Украинаның тәуелсіздігі күні қарсаңында Киевке келіп, сол келгеннің өзінде де Киев өзі жалғыз қалмайтынын көрсетті, Киев Европамен бірге екенін көрсетті дей тұрғанмен де Америка бір жағынан мықты жаңағы Патриот деген зымыран кешендерін сәл жаңағы үлкен партиялар емес біршама беруін тоқтатты. Бұл дегеніміз өзіміздің қор түгеселді деген мәліметтер айтылуда. Жалпы Америка қандай да бір қару берсе де оны Ресейге қолдануға тыйым салады. Зауыт болсын, жаңағы жалпы Ресейдің территориясына Американың қару ұшпау керек. Жалпы ол немістер арқылы берілсе де, мысалы, Американың рұқсатымен ғана бұл қарулар Ресейге қарсы қолданады. Яғни Ресей Украинаның қаласын, Украинаның даласын, Украинаның бейбіт халқын, Украинаның емханасын, инфрақұрылымын өртке орауға
толық құқы бар, ал Украина жауап ретінде Американың қаруын қолдана алмайды. Сондықтан Зеленский бастаған жаңағы Украинаның билігі әрине өзінің дрондарын, өзінің зымырандарын өндіруге барынша жаңағы күш жұмсап жатыр. Оның мысалы нәтижесі де жоқ емес. Украина Фламинго деген өзінің зымыранын өндіре бастады. Күніне 100-ге жуық дрон өндіре бастады. Жылына бұл дрондардың саны 4 миллионға жетуі мүмкін. Яғни 4 миллион дана дрондар Украина өндірісінде болады. Жалпы бұл санды 10 миллионға дейін жеткізуді көздейді. Өйткені бұл дрондардың әлеуеті өте жоғары. Мысалы, Фламинго 3000 километрге дейін ұшады деген ақпарат бар. Және 1000 килограмм жаңағы жүкті көтере алады деген сияқты. Ал негізі дрондардың әлеуеті қазір өте мықты. Мысалы, Ресейдің 10-ға жуық жаңағы осы соңғы аптада бірқатар мұнай өңдеу зауыттарын күлін көкке ұшырды. Әрине, Ресейдің бақ құралдары бұл ақпаратты дабыр айтып, ондай көп жазған жоқ, бірақ негізгі батыс басылымдарында, Европа басылымдарында бұл Ресейге келген үлкен шығын екен айтылуда. Жалпы Ресейде 90-ға жуық мұнай өңдеу зауыты бар десек, бұл соның 10% деген өте жақсы көрсеткіш. Жалпы бұл Ресейдің ең осал тұсы екенін Украина түсінген сияқты. Өйткені бұл мұнай өңдейтін зауыттарды атқылау арқылы сен біріншіден жаңағы сол аймақтағы әуежайдың жұмысы тоқтайды. Ал Ресей негізі күшті ғана түсінетін халық. Оған ауыз екі айтпадың не, егер де халқына осындай түрде жаңағы жүріп тұруына, ұшуына зияны келген жағдайда ғана олар соғыстың жаман екенін түсінеді. Бірақ Ресейдің пропагандалық емес бақ құралдары жаңағы бұл қиындықтардың өзінде де көптеген жаңағы орыс халқынан сұхбат алған кезде көбісі шыдаймыз, бұл соғыс болғаннан кейін осындай болады, Украинада ұшақ та ұшпайды, бізде қайта ұшақ ұшады, осындай қиындықтар болады, 8-10 сағат әуежайда отырғанымыз түк емес деген сияқты осындай бағытта патриоттық бір нышанмен жазған материалдарын көріп қалдым. Және олардың надандығын әрине басымды шайқауға тура келді. Өйткені көршің қып-қызыл өртке оранып жатқанда, бейбіт халық қырылып жатқанда, баласының аяғынан жаңағы қаншама 2 жасар баланың өліп жатқанын көрген кезде, әрине біз ұшамыз, олар сияқты адам өліп жатқан жоқ, олар сияқты ұшағымыз ұшпай жатқан жоқ, бізде бәрі тамаша деген сарындағы сұхбаттар әрине бір цинизмнің ең жоғарғы шегі деп түсінуге болады. Бірақ енді соғыс болғаннан кейін жаңа халық билікке қарсы тұрмас үшін, халық қандай да бір ақпарат беру үшін, орыс мықты, орыс әлемге қарсы тұр, біз соғысты бастамағанда батыс бізді басып алатын еді деген сарындар бәрібір керек. Сол үшін мұнай зауыты өртеніп жатса да, елде бензин тапшылығы туындаса да, Ресей бақ құралы өз билігін осылай ақтап алуға баратыны өкінішті. Сондықтан біз қазақ тілінде, әсіресе Европада отырған қазақ тілді журналистер осының бәрін мейлінше осылай жік-жігімен бөліп айтуға, жаңалықтарда жеткізуге тырысуымыз керек. Сол үшін мен сіздерден комментарий, лайк, дизлайк күтемін. Сонда осы жаңалықты ары қарай халыққа таралуына сіздер де бір септіктеріңізді тигізетін боласыздар. Сонымен Украинаның тәуелсіздік күні кең көлемде атап өтілді. Бірқатар Европа басшылары Американың арнайы өкілі Киевке барғанын айттым. Европада мен өзімнің көзіммен көрген дәл сол күні Нидерланды қаласында, Нидерланды елінде болдым, Брюссельде болдым, Европарламенті, комиссияның қақ төрінде әрине Украинаның туы желбіреп тұрды. Парижде Эйфель мұнарасында Украинаның түсімен боялды. Көптеген Европаның қалаларында украиналықтар шығып өздерінің әнін айтып, туын ұстап деген сияқты өзінің бір
рухын көтеруге бағытталған осындай шаралар өткізілді. Қазіргі күні Европада қателеспесем 7 миллионнан астам украиналық босқындар бар. Оған Европа барынша үй ұсынуға, қаражат ұсынуға, оларды жаңағы медициналық көмекпен қамтуға, тұрғын үймен қамтамасыз етуге бір адамдай 27 ел бір мүмкіндігінше жаңағы Украинаға қатты қарсы Венгрияның өзі әрине осындай босқындарға көмекті қатты көрсетті. Және бұл да бір адамгершілік деп білемін, өйткені көптеген халық сол соғыс енді басталған кезде Украина Европаға дүрсе қоя бергендері рас. Шекарадағы жағдайды мен кітабымда да баяндаймын. Сол көп халық өзінің тәуелсіздік күнін әрине еліне деген сағынышын осылай білдіріп жатты. Және бұл қуанарлық жағдай, бұл күнді біздің Қазақстан билігі де игнор жасамай жаңағы құттықтау жеделхатын жолдады. Және 10 тамыз күні Қазақстан мен Украина басшылары телефон арқылы сөйлесті. Қазақстан, Украина халқының және оның территориялық тұтастығына, тіліне, мәдениетіне ерекше ықыласпен қарайтынын айтып өтті. Бұл өте дұрыс саясат деп ойлаймын. Әсіресе сырттағы қазақтар және Киевтегі қазақтар, біз бәрібір биліктің айтқан сөзімен тікелей байланысты елміз. Билік қалай сөйлейді, сырттағы қазақтар сондай жаңағы бәрібір екеуі байланысты. Сенің билігің былай деген күнде сен зардап шегесің. Әрбір азаматқа тікелей әсері бар. Сондықтан мұндай құттықтау сөздері және тәуелсіздік күніне қатысты жеделхаттың жолдануы әрине біз үшін жақсы жаңалықтың нышаны. Сонымен тәуелсіздік күні қарсаңында Ресей, Украина 100-ден астам тұтқын алмасты. Бұл да өте жақсы жаңалықтың бірі. Өйткені бәрібір соғыс болғаннан кейін жаңағы қаншама адам жоғалады, оның қаншама туысы, қаншама бала шағасы, ата-анасы іздейді, ұлын, ағасын, баласын дегендей. Бұл тұтқын алмасу өте бір халықтың рухын дүр сілкіндіріп, жаңағы бір ерекше шабыт беретін, ерекше қуанышты жағдай. Және осы жолы Херсон қаласының мэрі Владимир деген азаматты Украинаға оралуына мүмкіндік жасады. Әрине, оның мэр болғандағы түрі және қайтып келгендегі түрі өте аянышты. Кітабымда осы тұтқындарға байланысты мәліметтерді жазамын. Соның ішінде әрине Украин сарбаздарына қарағанда орыс тұтқындары әлдеқайда әл жинап, тіпті курорттан қайтқандай күйлі көрінді. Тұтқын болса да Украина аймағында олардың құқығы халықаралық стандарт бойынша қорғалды. Осындай мәліметтер бар. Мен сіздерге бәрін толық оқымай-ақ қояйын, бірақ Ресейдің тұтқындары Украинада халықаралық стандарт бойынша қалай қаралады? Ал Ресейдегі Украин тұтқындары қалай елге арып ашып, көздері сүңірейіп, қандай азапты көргенін әрине көздерінен көруге болады. Және сол туралы мағлұмат кітабымда да жазылады. Алып оқыңыздар, комментарий жазыңыздар. Кітабымды оқыған адам болса, осы жерде де пікірлеріңізді білдіре өтіңіздер. Бұл мен үшін өте маңызды және қажет, және қазақ тілді ақпараттың алға жылжуына тағы да бір рет айтам, септігін тигізеді. Олай болса, апта соңында кездескенше аман сау болайық.